Сәлем, құрметті менің оқырманым, менің YouTube каналыма қош келдің. Ең алдымен видеоны қарамас бұрын астында тұрған подписаться деген кнопканы басып кет. Саған арнап арнайы видео түсіріп қойдым, соны міндетті түрде қара. Біреудің WhatsApp-тағы SMS-ін көру үшін сенде ол WhatsApp-тың мысалы телефоны болу керек. Міндетті түрде болу керек. Содан кейін барып ары қарай мына видео нұсқаулықпен жұмыс жасайсың. Сол кезде ғана сен біреудің WhatsApp-тағы SMS-ін өзіңе сақтау арқылы көре аласың. Ал егер сенде WhatsApp-тағы SMS-ті көретін адам жоқ болса, телефон жоқ болса, онда сен көре алмайсың. Сондықтан міндетті түрде біреудің SMS-ін көру үшін оның телефонын 1 секундқа ма 1 минутқа ала тұрып, мен видео нұсқалық дайындап қойдым, соны арқылы істейсің. Ең алдымен достар, Google-ға кіреміз, сол жерге WhatsApp web деп жазамыз міндетті түрде. Сөйтіп WhatsApp web-ға кіреміз. Осы жерде тұрған 3 точканы басамыз. Жоғарыда тұрған, міндетті түрде мұқият қараңыздар. Жоғарыда тұрған 3 точканы басамыз. Версия ПК дегенде міндетті түрде галочка тұру керек. Көрдіңіздер ма? Сонда жай загрузка болады интернеттен. Бұл QR-код ашылғаннан кейін басқа біреудің WhatsApp-ын ашамыз, телефонын. Сізден де QR-код ашылады. Телефон алып келіңіз, QR-код до конца ашылу керек. И версия ПК дегенде міндетті түрде галочка тұру керек. Міне ашылды бізде. Екінші телефонды аламыз. Соның ішінде связанные устройствоға кіреміз. Привязка устройства дегенді басамыз. Басқанда камера ашылады. QR-кодқа тақаймыз міндетті түрде. Камераңыз жақсы істеу керек. Көрдіңіздер ма? Өтіп загрузка болып жатыр. Қазір бізде WhatsApp-ымыз ашылады. Басқа біреудің WhatsApp-ын біреудің телефонына орнатамыз. Міндетті түрде мұқият болыңыздар, достар. Міне бізде WhatsApp ашылды.